Бүгінгі тақырып бізде қыздар түрге қарамайды. Шын, жігіттердің, еркектердің түріне қыздар қарамайды. Қыздар негізі менімен келіспеуі мүмкін, бірақ тәжірибе ретінде менің көзім жетті. Қыздар түрге қарамайды. Қыздар айту мүмкін, бізге әдемі болу керек, бізге андай болу керек, бізге бай болу керек, бізге ақшасы көп болу керек, жағдайы керек деп көбісі айта береді. Бірақ тәжірибе ретінде қарасақ, қыздар түрге қарамайды. Мен сендерге қазір дәлелдеу туралы айтып беремін. Мысалы біз өмірде, көшеде, метрода, далада, университетте болсақ та, бір әдемі қызбен бір болмайтын жігіт кетіп бара жатады. Болмайтын жігіт, енді түрі нашар, аяқ қисық деген сияқты жігіттер де болады, Бірақ та неге деп сұрақ қоямыз. Біз ол жігітке қарағанда түріміз әлде жақсы ғой. Неге оның қызы әдемі? Қыз неге оған қарады деген сұрақтар көп туады. Қазір мен сендерге толығырақ айтып берейін. Біріншіден, ол жігіт түрі нашар, дене бітімі дұрыс болмағанымен, оның сөйлесу психологиясы қызды тану жағынан өте жақсы. Қыздың психологиясын біліп алған жігітті соны айтса болады. Ол қызбен сөйлесе алады, уверенность жағынан өте үлкен, ұялмайды, өзінің ішіндегі не барын бәрін қыздарға айтып береді, жақындауға ұялмайды, танысуға ұялмайды. Көптеген жігіттер ойлайды, әдемі қыздарда жігіт көп деп. Бірақ ол қателік. Әдемі қыздар негізі жалғыз болады. Неге жалғыз? Өйткені интернетте, WhatsApp'та, танысу сайттарына олар көп кірмейді. Кірсе де жай отырады, іші пысқандықтан. Көптеген жігіттер, интернетте батыр интернетте бәрі батыр. Бәрі қалай қарындас танысайық деп интернетте көп жазады. 1000-дап, 2000-дап, 5000-дап жазады. Бірақ далада ол қызбен ешкім таныспайды. Сонысы өте қызық. Неге? Өйткені жігіттер ұялады. Олардың ойларында андай нәрсе. Егер мен жақындасам, ол қыз мені 4 жерге жібереді деп. Және де оның жігіті бар, не істеймін мен онымен танысып, уақыт құртып, ол маған қарамайды деп іштерінен ойлайды. Солай жігіттің ішінде көп нәрсе жатыр. Бірақ ол білмейді қалай жақындауға, және ойын бәрі сода болады. Және сол жігіт көшеде кетіп бара жатса, алдынан қыз бен жігіт шықса, қыз өте әдемі, ол болса, нашар болса, сол кезде ойланады. Неге ол қыз жігітке қарады деп. Алдындағыда айтып кеткендей, қызға ең бастысы түр емес, ең бастысы ол адамның басы, ой қабілеті. Ең жігіттің қаруы осы миы. Мен спорласпаймын, егер жігіт накачанный, качок болса, престері болса, денесі болса, бірақ сөйлей алмаса, ол қызға өте қызықсыз болады. Онымен танысу мүмкін, бірақ ол ойдағыдай қыздар қарамайды. Онымен таныса да тек өзіне ұнамайтын қыздар. Жай қыздар деп атаймыз, және үлкен қыздар, өзінен жас үлкен. Солар қарау мүмкін, бірақ жас қыздар денеге қызықпайды. Ол адамның, еркектің, жігіттің миіне өте аса қызығады. Сондықтан жігіттер миымызды дамытамыз, көп қызық кітаптар оқимыз, анекдоттар жаттаймыз, әдемі қызды қызықтыру үшін. Кім айтады, жігіттер, менің түрім нашар, менің түрім андай, менің түрім сондай.
Мен сендерге айтарым, кітапты алыңдар да оқыңдар қызық әңгімелер, және менің сабағымды тыңдаңдар. Сосын далаға шығып, әдемі қыздарға жақындаңдар. Сол кезде сендер көресіңдер тәжірибені, результатын. Сола жігіттер, көп айта берсе, көп нәрсе бар. Мен сендерге қысқа түрде айтып бердім. Және келесі де өздерің қараңдар. Және ақшалай жағдайда, ақшалай, қыздар ақшаға негізі қызығады, қызығады, бірақ олар миге көбірек қызығады. Мысалы, біз талай көреміз, әп-әдемі байдың қыздары, жақсы отбасыдан шыққан бір жігіттерге үйленеді, олар жігіттердің жағдайы жоқ, квартирада тұрады дегендей. Неге ол қыздар сондай жігітке қарады? Өйткені ол жігіт миымен алып кетті, сөзімен алып кетті, басымен алып кетті. Қыздар сондайға тез бейімделеді. Егер андайда болады, бай жігіт, бәрі жақсы, түрі де бар, ақшасы да бар, бірақ оған қыздар қарамайды, әдемі қыздар оған қарамайды. Өйткені ол өзіне сенімсіз, сөйлей алмайды, кітап оқымайды, дамымайды. Тек қана тікке жүреді, тікке келеді, айтар сөздері жоқ. Сондықтан қыздарға негіз эмоция көп керек, эмоцияны дамытсаңдар, сендер әр қызбен таныса аласыңдар. Сондықтан жігіттер ақшаға, қыздардан қателіктеріне көп сене бермеңдер. Қыздар сөйлей береді, маған ақша ұнайды, әдемі красавчиктер ұнайды, качоктер ұнайды деп, бірақ олар айта береді. Олар милер айтады, бірақ подсознание оларда басқаша дейді. Өйткені мен тәжірибе ретінде бәрін көрдім. Мен сендерге тексерілген жағдайда айтып жатырмын. Сондықтан жігіттер қыздар красавчиктерді ұнатады деген ол бос сөз. Тек мимен дамытыңдар. Көп далада таныстыңдар. Ұялшақ болсаңдар, ең бастысы жақындағанда привет деп жай ғана 50 подход жасап, сосын кейін сол приветті қалайсыңға қосып таныса беріңдер. Менгі айтар сөзім осы. Әдемі қыздар түрге қарамайды. Әдемі қыздар негізі барлық жағынан қосады. Соны айтайын сендерге, барлық жағынан қосайды. Оның түрін, бірінші миын қосады, денесін қосады, бәрін общий түрде қарайды қыздар. Сендер ойламаңдар, денем нашар, бірақ мен сөйлей алам деп. Ол барлық жағынан қарайды, сөйлеу, түрі, жағдай бәрін қосады да, 1%-пен, 60-70%-пен сендерге көрсетіп береді. Олар сөйтіп ойлайды, олар бір нәрсеге қадалып қалмайды. Түр жағынан есе, түр жағынан қадалмайды. Олар миінде қарайды, бәрін қарайды. Сөйтіп жаратылған. Сол жігіттер, осы негізі айтар сөз. Жақындаңдар, дамыңдар, кітап оқыңдар, және тағы басқа. Келесі видеода тағы да сабақтар жазамын. Жақсылықта кездесейік.